Құрметті ағайын, қазақтың тойын есі той, мың бір болған биі болмаса, қазақтың тойын есі той, күмбірлеген күйі болмаса дейді. Әдемі әнін айтып жатқан әншілеріңізге бір қол соғып қойыңыздар, құрметті ағайын, той қыласын. Енді тойымыздың үлкен асына дайын болып қалыпты, той болса алдарыңызға етінде витаминдер жойылмаған, бұрын соңды еш жерде сойылмаған, осы тойдан басқа тойда қойылмаған. Бүгін Болат ағам Алтай өзі байлап, алты ел қазысын алып, сойған жылқын етін тартып өтеміз сіздерге, қабыл алыңыздар үлкен асалдарыңызға. Әнекей. Біз жаңа дастарханға бадалғанбыз, енді асқа басқа бадалайық әумин деп құдалар жақ дейді. Асқамада ақтабанды бүлмейінің күйі байлықпыз. Әумин, айтқаныңыз келсін. Жалпы орыстар айтады екен, орыстар. Когда казахи мясо едят, даже наши волки стесняются дейді. Қазақ пен қасқырды ет жегенде мазалауға болмайды деп айтып жатамыз. Астананы отырыңыздар, 2 минут уақытымыз бар, содан кейін тойымыз жалғаймыз. Астана сәтті болсын. Қазақты ағайын. Енді осы тойдың төрінде, құрметті ағайын, осы Болат ағамызбен 11 жыл бойы қызмет атқарып, Болат ағамызды өзінің баласындай көріп кеткен. Тойдың басында Болат ағам айтқан болатын, өзінің анамдай, мінекей қамқор болып жүретін қашанда, қуанышыма, жақсылығыма қалмай келіп жүретін Мәмила деген апамыз бар екен. Сол кісіні біз арнайы шақырайық деп өзіміз ұйғардық. Рұқсат болса, Мәмила апа ортаға келіңіз. Бір қол соғып қояйықшы, Мәмила апа. Құрметті мына жерде ағайын туысқандар, Болат, Гүлмира, шынында да мінекей 11 жыл өзіміз семьяда 3 қызбыз. Сонда енді Болат мінекей жұмыс істей бастады осы национальный банкта. Содан бері бізбен бірге әріптес, бірге жүрміз, өзімнің інім сияқты болып кетті. Болат 50 деген жасты беруге де болмайды. Гүлмираның арқасы ғой ол. Жас әлі, 2-25. Тамадада айтып жатыр ғой, шашына ақ түскен жоқ деп. Сол сияқты 50 деген не ол? Ол сан ғана. Өзінің ақ көңілдігі, адамгершілігі мол, үлкенді сыйлау, кішіге қамқоршы болу, сондай жақсы қасиеттері Болаттың шын жүрегінен табылады. Өзіме туған інімдей. Туысқандардың арасында өзі айтады ғой, бір жақын адамдар болады деп. Сол сияқты Болат өзіме сондай жақын болып кетті. Сондықтан бақытты болыңдар. Осының бәрі әйелдің арқасы, күтімі, жол салып отырғаны, тәрбиесі. Сондықтан мен ойлаймын, менің інім жақсы қасына жолдас тауып осы қабілетке жетті деп. Болат Гүлмира бақытты болыңдар. Айданаңмен күйеу балаң бар, мінде жүгіріп жүрген немерелерің бар. Осы немерелерің көбейе берсін. Үйлерінде дастархандарың осындай қуанышқа ғана жайылсын. Енді ұлдарың армияға кетті. Ол бір айлық әлде шығар. Арғырай келді ғой, жаңа көріп жатырмын. Келесі той сол келін сүріп жатыңдар. Осындай жақсылық үйлерінен кетпесін. Бақытты болыңдар. 50-ге 50 қосып екеу қатар осылай. Ой, бұл мыналар 100-ге кепті ғой деп, елді таңғантып тұрыңдар. Бақытты болыңдар. Рахмет мінекей. Қошеметтен қойыңыздар, өзіңізге де осындай қуаныш тілейміз, той болсын, аман болыңыз. Қашанда осы кісілердің қуанышына қалмай жүре беріңіз, аман болыңыз. Рахмет сізге.
Әрекет ал енді, мінекей, қадірлі ағайын, жақсылар мен жайсаңдардың тілегі қабыл болсын. Енді құрметті қонақтар, рұқсат болса сіздердің құрметтеріңізге, әрине бүгінгі тойға мінекей осындағы Аслан бауырым отыр. Осы Аслан бауырым екеуміз ақылдасып біраз әншілер, бишілерді алдырғанбыз. Соның бірі көпшіліктің батасын алып, музыка мектебінің түлегі болып жүрген Дін Ислам деген ұлдарыңызды ортаға киелі қазақтың қара домбырасымен шақырайын. Қосып қой. Үлкен ас алдарыңызға алдырып, мінекей, кішкене уақыт беріп, ар жаққа ел болсын дедік. Енді тойымыздың нағыз қызар сәті келді. Қазір құрметті ағайын, сіздермен ойын ойнаймыз. Өздеріңіз күнделік көріп жүрген передача бағдарламалар бар. Солардың музыкаларын жасырамыз. Кім соны тапса, қолын көтеріп, ортаға жылдам билеп келіп жауабын айтса, білген қонағымызға сыйлығымыз бар. Құдалардың дастарханынан апайымызға келіңіз. Рахмет, тамаша, керемет. Қандай еді бұл? Бұл Қазақстан несінде КВН Жайдарман деп ойлаймын. КВН Жайдарман дейді. Өте дұрыс жауап. Шапалақ қайда. Енді сыйлығымыз дайын шығар, иә? Атыңыз, есіміңіз кім болады? Есімім осы менің келінім, үлкен келіні болып келем, Бақтыгүл атым. Бақтыгүл апай, дұрыс жауап бердіңіз. Сыйлығыңызды береміз, бірақ та бір сұрақ қояйын енді. Оңай болып кетпейсін. Сізге сұрақ? Бақтыгүл апай, сізге сұрақ. Сиыр неге жатады? Қандай жауап болса? Отырып мағана кейін жатады дейді. Тағы. 4 түлік малға жатады дейді. Дұрыс, қошемет. Логикалық сұрақтар ойлансаңыздар табылар. Келіңіз ортаға, апай келіңіз. Билеп шығайық, шықылайды, құлай тамақта жүрген сияқты болмай. Армысың қаймаған, көрімді жайлаған, байрақты биікке, ақылын байлаған. Қош келдіңіз, қандай? Мире животных. Мире животных дейді, өте дұрыс. Енді сыйлығымыз қайда екен, бар ма? Маған жазылсайшы. Келіңіз ортаға.
таптау дейді. Билеп шығайық, шықпайық, пожалуйста. Ейді! Жер! Баса! Рахмет, қандай? Айгөлек дейді. Дұрыс, өте дұрыс жауап. Сізге енді сұрақ. Бере беріңіз, Бұл кісіге сұрақ, құрметті ағайын, құрметті ханым, сізге сұрақ. Жылқының үстінен жылқы қай кезде секіреді? Жарайды, қорқыныштық айтып жүрмін. Жылқының үстінен жылқы қай уақытта аттайды? Жылқының үстінен жылқы шахматта аттайды екен. Шахмат болып, соны біліп жүрміз. Рахмет, қошемет қосып бер. Оны білмейтін жоқ. Ай, бәрекелді, келіңіз. Қызыл көйлектегі апайымыз бірінші болып қол көтерді. Келіңіз, жауабын айтыңыз. Спокойной ночи, малыши. Өте дұрыс жауап. Спокойной ночи, малыши дейді. Абай келіңіздер. Сізге сыйлық береміз, приз береміз. Бір сұрағымыз бар. Құда деген кім? Куда? Құда деген құдағидың күйеуі. Қандай жауап? Маскешодағы дереге дураковтыңыз. Өте дұрыс жауап. Сізге сұрақ, бананның қазақшасы қандай? Бананның қазақшасы. Банан шы. Соның қазақшасы қандай? Бананның қазақшасы банан. Банан дейді. Екке бөліп айтып отыр. Бананның қазақшасы сары қисық екен, сары қисық. Сыйлығымыз берейік. Өткенде Қырғызстанға барып келгенбіз ғой, соны. Енді құрметті ағай, бүгін 50-ге толып жатқан Ерболаға туған күніңіз тағы да Болат аға туған күніңіз құтты болсын. Бір қол соғып қояйық туған күн иесіне. Енді бұл Гүлмира апайымыз екеуміз, жаңа Болат ағамыз үшеуміз ақылдасып осы тойдың басында келіңіздер мына жаққа. Бұл кісілер айтты, мына тойды жасаймыз, дәл осы күні Талдықорған қаласында Думан мейрамханасында өтеді. Тойға келген қонақтардың ішін пыстырмай, тойда бір конкурс ұйымдастырайық деді бұл кісі. Сосын енді білеміз ғой, конкурс ұйымдастырылып жүр талай тойда. Бірақ сұрадым мен, ұйымдастырайық, бірақ қандай приз бересіздер деп. Сөйтіп едім, Гүлмира ханым айтты, ана басқа тойлардағы секілді айна тарат, заколка, карта таратпаймыз деп. Қандай бересіздер деп айтты, бүгін ағаларың 50-ге келіп отыр. Ағайын туыстан құда жекжаттан еміз даяймыз, 50 мың теңге ақша тігеміз деді конкурсқа. Бір қол соғып қойыңыздар, 50 теңге емес еді. Енді осы конкурстың мінекей спонсорлары осы кісілер, өздері той иелері. Енді Болат аға былай істейік, өзіңіз сенетін, өзіңіз білетін, тойға өзін әдемі ұстайтын, билей алатын сондай бір активный қонақтардан бір 6 жігіт ортаға шығарайықшы, өзіңіз айтсаңыз аттарын. Бірінші болды дейді. Мырзағали аға, келіңіз ортаға. Мырзағали бейбіт дейді, менің киоскімге келіңіз. Рахмет. Мінекей, бейбіт аға тойықты болсын, қош келдіңіз. Қалайсыздар, настроение жақсы ма? Мінекей. Әттеген-ай, бойымның бейбіт ағама жетпеген-ай, қажытқан атам ауылға кеп тұрушы еді, апамның қойына бір күн қонып кетпеген-ай деп бір қол соғып қояйық. Бейбіт ағам жаңа бір Отан деген мырзаны шақырғанбыз. Отан деген ағамыз. Отан аға жігіт болсаң шықшы ортаға. Билеп, қанекей, қошемет. 3 жігіт болды, енді тағы бір 3 жігіт шығарайық, кішкене артауларына. Ой десе ойы бар азаматтар. Сіз паға болсыз, самса жеттіріңіз. Қазір бітеміз 6 жігіт. Әрқайсысыларыңыз өздеріңіздің ыңғайларыңызға, бұқыстарыңызға келетін бір парап шығамыз осы жерде, бір қыз келіншек. Әркім өзінің размерін алып шықты ғой дейді. Мінекей, өздеріне келетін ыңғайына бір-бірін тіл табатын жұптар. Енді құрметті ағайын баршамыз атсалысайық, мұқият тыңдап отырсаңыздар, ойыншылар, сіздерге айта кетейін ойынның тәртібін. 6 жігіт, 6 қыз, бас жүлде 50 мың теңге ақша, бірінші орын 50 мың.
2-nji orun 40 000, 3-nji orun 30 000, 4-nji orun 20 000, 5-nji orun 10 000, 6-nji orunga 5 000 degi akşa iPhone 6s degi telefon tegi barabız. Toyga gelip 5 000 alып aytkan kimge жаман. Endi hurmatli qonaqlar, biz Adil halkası jüri мүшесі saylamadık. Осы дастарханның басында отырған сіздер боласыздар жюри. Әркім өзінің жанкүйеріне қол соғып қысқырып шулап отырамыз. Ойынның тәртібі Арулдың биін билейміз. Образға кіріп. Әркім өз парымен, әркім өз парымен ортада. Басшыды 20 000 теңге ақша. Ейді! Қошемет, қошемет! Вау! Молодец! Ойна! Ой, bu dünyayı bu akşayı ne oldu? Yürüksek dedi. Kök köylükteki hanım paranız verdi. Rahmet. Ağa настроение yok mu? Ne oldu? Enemen usta mı? Anladın mı? Evet. Krizlerimizin aksine. Biri parçayla say. Rahmet size. Paranız ver. Paranız ver. Paranız ver. Ya yemeğimiz var. Oy. Rahmet. Ya endi hurmatli oyundan chiqib atgan oyunchilar, bu oyun, bu sayыс rejim jimemizdir, oyundan chiqib ketdi. Jaqib turaylik. Hamada әркім өз парымен ортада. Қошемет қайда ағайын? Ей, Жамбо! Вау! Ей, молодец, қандара! Bu dünyayı bu akşayı, istettik akşayı. Oy, bu ne ki?